Бүгінгі сабағымызда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы ұғымын тереңірек қарастырамыз. Бұл құқық саласы мемлекеттік басқару мен қоғамдық қатынастарды реттеуде маңызды рөл атқарады. Біз әкімшілік құқықтың мәнін, оның субъектілерін және қолданылу әдістерін талдаймыз. Әкімшілік құқықтық нормалардың жиынтығы. Ол мемлекеттік билік органдарының басқару саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді. Бұл нормалар атқарушы билік органдарының құрылу, қайта құрылу, таратылу тәртібін, мақсаты мен міндеттерін айқындайды. Әкімшілік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнама әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске және басқа да нормативтік құқықтық актілерге негізделген. Осы арқылы мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен заңдылығы қамтамасыз етіледі. Әкімшілік құқықтың әдістеріне ұйғарым, тыйым салу және рұқсат ету жатады. Әкімшілік құқықтың субъектілері құқықтық қатынастарға нақты қатысушылар болып табылады. Оларға жеке тұлғалар, яғни азаматтар, азаматтығы жоқ тұлғалар, лауазымды тұлғалар кіреді. Сондай-ақ ұжымдық субъектілер, мысалы, заңды тұлғалар, мемлекеттік органдар және жергілікті өзін-өзі басқару органдары да осы санатқа жатады. Әкімшілік құқық бұзушылық жеке тұлғаның құқыққа қарсы кінәлі әрекеті не әрекетсіздігі. Сондай-ақ заңды тұлғаның құқыққа қарсы әрекеті не әрекетсіздігі де әкімшілік құқық бұзушылық болып есептеледі. Бұл әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде жауаптылық көзделген. Әкімшілік жауаптылыққа 16 жастан бастап тартылады. Егер құқық бұзушылықты кәмелетке толмаған жасөспірім жасаса, жауапкершілік олардың ата-аналарына немесе заңды өкілдеріне жүктеледі. Құқық бұзушылық қасақана немесе абайсызда жасалуы мүмкін. Қасақана құқық бұзушылықта тұлға өз әрекетінің заңға қайшы екенін біле тұра, оның зиянды салдарының болуын қалайды. Абайсызда жасалған құқық бұзушылықта тұлға зиянды салдардың болатынын білгенімен, оның алдын алуға болады деп қате ойлайды. Әкімшілік құқық бұзушылық құрамында 4 негізгі элемент бар: құқық бұзушылық объектісі, объективті жағы, субъектісі және субъективті жағы. Осы элементтердің барлығы болған жағдайда ғана тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылады.